Баян Мақсатқызы Стан Кезет ақпарат агенттігіне сұхбат берген болатын. Сонда сізді тұңғыш немереңіз әже деп атамай ма деп сұраған сұраққа жоқ, сізге бір құпия ашайын. Менің немерем маған Баяша дейді. Мен ешқандай да әже де апашка да емеспін. Жай ғана Баяшамын. Ал екінші немереңізге есім таңдадыңыздар ма? Жоқ, әлі есімін анықтамадық, таңдау үстіндемін. Шығармашылыққа бет бұрайықшы. Кешьюді жаңа әннің жарнамасын парақшаңыздан көріп қалдық. Үзілістен кейінгі бұл қандай трек болмақ? Иә, тура бір аптадан соң Кешью тобының жаңа бейнебаянының тұсаукесері болады. Алматының қымбат мейрамханаларының біріне танымал тұлғаларды, блогерлерді, бақ өкілдерін шақырып, үлкен кеш өткізу жоспарлануда. Бұл трек Кешью үшін мүлдем жаңа жанр болмақ. Топтың 18 жылдық тарихы бізді әртүрлі музыкалық бағытта сынады деп айтты. Және кино әлемінде жаңалықтарыңыз бар екенін байқадық. Жақында Рауза 3 телехикаясы көрерменге жол тартпақшы екен. Алдыңғы 2 маусымнан несімен ерекшеленеді деген сұраққа иә, қазір түсірілім жүріп жатыр. Басты ерекшелігі басты кейіпкерлерінде. Бұрынғы басты кейіпкерлерден бөлек тағы да көрермен көзайымына айналатын кейіпкерлер қосылады деп жауап берді. Сонымен қатар ол өзінің әрбір ісі жөнінде тоқталып өтті. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Сөз соңында қосымша табыс көзі Instagram туралы сұрақ қойғым келіп отыр. Жарнамаларды қаншалықты зерттейсіз? Жарнама берушілер қандай талаптар бар деп сұрады. Жарнама берушілер өте көп. Коуч, психолог, нумеролог деген мамандардың көптігінен шатасып қалдық. Кімге сенерімізді білмейміз. Және мен алкогольді өнімдер мен шараптарды, азат ойындарды жарнама жасамаймын. Барлық жарнама берушілермен заңгерім сөйлесіп, келісім шартты талқылайды. Қоғамда блогерлер болған жағдайдан кейін біз 2 есе қатал тексеріп, тек жылдық келісім шарттармен ғана жұмыс жасайтын болдық деп жауап берді ол өзінің сұхбатында.